Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын нанның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Осы нанды бір рет жасаған соң жиі жасайтын боласыздар, және де дүкеннен нан алғыңыз келмей қалады. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Ендеше нанымызды жасауды бастаймыз. Ең әуелі құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді және де жылы суымызды құйып алатын боламыз. Одан соң тұз салдым. Тұз менде 2 шай қасық. Және де оның артынша 1 ас қасық қантымызды салып аламыз. Одан соң сұйық майымызды құйып, міндетті түрде ашытқы, яғни дрожжымызды салып, барлығын салып алған соң жақсылап араластырып алатын боламыз, қантымыз бен тұзымыз ерігенше. Содан соң міндетті түрде електен өткізілген ұн болуы керек. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Тым жұмсақ, қолға жабыспайтын, немесе тым қатты емес қамырымызды илеп алатын боламыз. Достар, толық құрамын описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне осылай қолдың көмегімен жақсылап үйі қанғанша қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң бетін жауып, көтерілгенге дейін 1,5 немесе 2 сағатқа қалдырып, жылы орамалға орап қойыңыздар. Міне біздің қамырымыз ашып көтерілді. Енді осы қамырымызды 5-6 бөлікке бөліп домалақ етіп дайындап қоямыз. Егерде достар, нандарыңыздың формасы біркелкі, барлығы бірде болғанын қаласаңыздар, онда таразыларыңыз бар болса, таразыға өлшеп кесіп алсаңыздар болады. Менде таразы жоқ болғаннан кейін көз мөлшерімен 6 бөлікке бөліп алдым. Осылай домалақ дөңгелек етіп формаға келтіріп аласыздар. Міне осындай 6 бөлік шықты. Енді осы қамырымызды тағы да бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің қамырымыз одан да көтеріліп, әдемі болып шығады. Міне осылай көтеріліп шықты. Енді противенге салып алдым қамырымды. Осылай нанның ортасын басып, кішкене формасын жайып алдым. Міне жайып алғаннан кейін міндетті түрде тағы 5 минутқа бетін жауып қалдырыңыздар. Сонда нандарымыз одан да кішкене көтеріліп, әдемі болып шығады. Содан соң міндетті түрде қолыңызбен кішкене басып жіберіңіздер. Осындай нан шепкішпен ортасын басып, нанның формасын шығарып аласыздар. Егер нандарыңыз қып-қызыл, әдемі болып піскен қаласаңыздар, бетіне жұмыртқа жағыңыздар. Дәл осылай жұмыртқаны жағып, бетіне күнжіт немесе макты араластырып сеуіп шығатын боламын. Егер сіздер қаламасаңыздар, сеппесеңіздер де болады. Сеппесеңіздер де өте әдемі және дәмді болып шығады. Осы аралықта пештеріңізді алдын ала 220 градуста қыздырып қойыңыздар, және де қызып тұрған пеште нанымызды пісіріп алатын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып шығады. Егер сіздер осы рецепт бойынша жасап көріп жатсаңыздар, комментарийге өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызды міндетті түрде оқитын боламын. Ас болсын достар!